Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді круассандан рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт, дрожжи, қант пен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Езілген сармайымызды салып, тағы да араластырамыз. Одан соң жаймен ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Қамырымыз көтерілу үшін бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырымыздың әр қайсының қалыңдығы 3 мм болатындай қылып, жұқа қылып жайып аламыз. Илеп қойған қамырлардың бетін күйіп қалмау үшін полотенцемен жауып қойыңыздар. Бөлме температурасындағы сармайды қамырымыздың арасына жағып, жұқа қылып жайып шығамыз. Енді бұны круассанға арнап, 3 бұрышты формада осы видеода көрсетілгендей қылып, бірнеше данаға кесіп шығамыз. Ортасын осылай кесетін боламыз, сол кезде біздің круассандарымыз өте үлкен болып шығады. Круассанымызды жылы жерге қойып қоямыз, бетін жауып көтерілгенше. Жұмыртқамызды араластырып, бетіне жауып шығамыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Круассанымыз піскенше салмасын дайындай береміз. Өзіңізге ұнаған кез келген салманы салсаңыздар болады. Круассанымыз көтеріліп, жұмсақ болып шықты. Енді оның ортасын бөліп, кетчуп пен майонез қосылған соусты жағып шығамыз. Одан соң салмамызды саламыз. Осымен біздің өте дәмді круассандарымыз дайын. Ұнаса достарыңызбен бөлісіңіз, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.